Барлығыңа сәлем. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар, емдік қасиеті бар екенін көпшілік біле бермейді. Достар, бүгін біз пияздың пайдасын жайлы түсіндіретін боламыз. Видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді және де пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып, пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін әрі жарақатта жазатын шипалы қасиетті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен құрғылақ ауруымен емдеген. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем. Пияз қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәзбіреулер мұрыннан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шайнектегі ыстық суға қосып, улап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталғандықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан жері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1-5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пияз, сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, 1 шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пияздың жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Ескерту: пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігерлердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бірқатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны мол. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Видеоға лайк қойып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны бас қойып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеп пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, дәл қазір менің арнама жазылыңыз.